Қазақстан Республикасы жазушы баспасының аудио кітап атты жаңа жобасы ұсынып отыр. Алтын балық. Баяғы заманда Бағдат шаһарында жоқшылықпен күн өткен бір кемпір мен шал тұрады екен. Олардың ортасында жалғыз ұл бала болыпты. Кемпір үй шаруасымен айналысады да, шал ау тартып, үшеуі азын-аулақ іліккен балықты талшық етіп күнелтеді екен. Бір күні баласы: «Әке, ау салуды үйренейін, бүгін мені жіберші» деп өтінеді. Шал мен кемпір жалғыза әлде қалай суға түсіп кетеме деп қауіптенеді. Бірақ жылап еңіреп қоймаған соң, барсаң бар дейді. Бала қуанып кетеді. Ертеңіне ол құрған ауды барып қараса, бір алтын балықты көреді де, қуанғаннан не істерін білмейді. Үйге жеткенше жүгіреді. Баласының алтын балға келгенін көргенде, кемпір мен шал да естері шыға ұмтылады. Шал балықты алып, оны шаһардың патшасына тарту етпек болады. Күзетшілер балықшыны сарайға кіргізбей әуреге салады. Ақырында тарту етіп алтын балық әкелді дегенді естіп кіруге патша өзі рұқсат етеді. Балықты көрген патша шалға: «Сен өміріңде алтын балық ұстап көрген жоқ едің, мынаны кім ұстады?» деп сұрайды. Шал: «Кішкентай ұлым ұстады» деп жауап береді. «Онда сол баланы жібер маған» деп үйіне қайтарады. Бала келгенсін патша оған көп алтын береді. Бала үйіне мәз болып қайтады. Оны естіген патша нөкерлері күншілдік етеді. Олар патшаны былай деп азғырады: «Алтын балық жалғыз болмау керек, оның жұбайын таптырып алыңыз балаға». Патша нөкерлерінің айтқан ұсынысын қабыл алады. Баланы шақырып алып: «Бұл балықтың жұбайын тауып әкел» деп бұйырады. Сау басына сақина тілеп алған бала үйіне жылап келеді. Патшаның бұйрығын айтқанда әке-шешесі де қатты налиды. Содан бала тағы да ау құрады. Ауына барса, бұл жолы да бір алтын балық ілігіп жатыр екен. Балықты бала тағы да патшаға барып тартады. Патша қатты риза болғандықтан көп алтын қазына сыйлап, кемпір шалға жақсы сарай салдыртып береді. Бұрын өлместің күйін кешкен шалдың үйі қазір кең бөлмелері бар, дүние мүлкі мол, жақсы, сәулетті үйлердің қатарына қосылады. Мұны көрген патша нөкерлері бұрынғыдан да өшіге түседі. Олар енді баланы алысқа, барса келместің жолына жібертудің айласын қарастырады. Олар патшаға келіп: «Мәртебелі тақсыр, бұл бір тамаша іс болды. Тек бір жаман жері, алтын балық жай суда өмір сүре алмайды ғой. Оның дүниеде өзіне лайықты алтын суда болуға тиісті. Енді соны алдыртыңыз» дейді. Патша оған да елігеді. Баланы шақырып алып, алтын су тауып әкелуге жұмсайды. «Орындамасаң, дарғасып өлтіремін» дейді патша. Бала үйіне қатты қамығып келеді. Әкесі: «Тағы не әмір етті патша?» деп сұрайды. Бала: «Алтын су тауып алып кел» деді деп жылайды. Кемпір шал мұны естігенде естерінен айырылады. Бір күні бала әке-шешесімен қош айтысып, алтын су іздеп алыс сапарға шығады. Ол неше орман, өзендерден өтіп, биік асулардан асып, елсіз, сусыз шөл далалар мен беталды құла түзбен жүре береді. Бір жерге келгенде қой баққан шалға кез болады. Қарияға сәлем беріп қолын алады. Шал баладан жөн сұрайды. Бала өзінің Бағдаттық екенін, патшасының әмірі бойынша алтын су іздеп жүрген жан екенін айтады. Қойшы шал ұзақ ойланып: «Тегі ондай судың бары бар, бірақ оған жетіп алып қайту оңай емес» дейді. «Осы арадан 40 күншілік жол жүріп, үлкен дарияға кез боларсың. Одан кемеге мініп өтесің. Дарияның о шеті мен бұ шеті өте қашық. Кеме жылына бір оралады. Кеме бергі жағада болса тез өтесің, арғы жағада болса бір жыл күтуге тура келеді. Және содан әрі тағы жүре бересің. Алдыңнан тас қорған көрінер. Ол көрінгеннен кейінде 10 тәулік жол жүресің. Оның биіктігі 40 кез» дейді айтушылар. Қорғанды қыз патшасы билеп тұрады. Оның халқы да ылғи әйелдер болса керек. Міне осы шаһардың ішінде алтын көл бар дегенді естігенім бар шырағым.
Бала одан әріде ұзақ жүріп қария айтқан дарияға келсе, керуен тиелген кеме жағадан жаңа ғана қозғалып барады екен. Жартастан кемеге секірет бала. Сәтін салып, кеменің дәл үстіне түседі. Бала теңізден өтіп, неше тәулік жол жүргеннен кейін қыз патшасының тас қорғанына да жетеді. Бірақ қорғанның биіктігі сондай, оның басына шығу былай тұрсын, тіпті төбесіне қараудың өзі қауіпті екен. Бала қатты қамығып, зарлап жылайды. Дегенмен қарап жата алмайды. Қорғанның сыртын айналып жүре береді. Ақырында қорғанға жанай шыққан бір зәулім терекке кезігеді. Қорған іші бүкіл қала тамаша бір нұрлы сәулеге бөленіп көз тұндырып тұр екен. Бұл алтын судың сәулесі болар деп ойлайды бала. Мұны көрген ол дәті шыдап, аялдай алмай қорғанның ішіне қарай секіреді. Содан кейінгіні өзі де сезбейді. Бір уақытта көзін ашса, бір үйдің ішінде жатыр екен. Әлден соң есіктен бойжеткен қыз кіреді. Бала қыздан жөн сұрай бастайды. Мен қайда жатырмын? Сені қорғанның ішінде мүшкіл халде жатқан жеріңнен осы үйге алып келдім. Бүгін 3-ші күн. Сен маған өз жайыңды баян етші, дейді қыз. Мен Бағдаттан келемін, алтын суды іздеп жүрмін, дейді бала. Сенің іздеген суың осында бар, бірақ бұл жер сен үшін өте қауіпті. Мұнда адам перілері тұрады. Патшамыз Қорлығайын деген қыз. Оның халқы да өңкей әйелдер, еркек адам атымен болмайды. Егер ер адам мұнда кезіксе, өлтіреді. Мен саған шынымды айтсам, өзім бұл араның тұрғын емеспін. Тегі сол өзің айтқан Бағдат шаһарынан болуым керек. Олай дейтінім, патшамыздың мені «Әй, Бағдат қызы» деп шақырғаны есімде қалыпты. Осында жас кезімде әлдене көтеріп алып келсе керек. Әзірге үйде жұрт көзіне көрінбей тұра бер, білсе сені де мені де жоқ қылады, дейді қыз. Сонымен бала қызбен бірге, бірі апа, бірі іні есебінде тұра береді. Әлгі Бағдаттық қыз патшаның аспазы екен. Ол күн сайын түрлі жемістерден, басқа да әртүрлі тәтті өсімдіктерден тамақ жасайды. Алайда тағамға тұз салу дегенді білмейді екен. Бір күні бала қалтасының түбінде жүрген бір кесек тұзды қазанға тастап жібереді. Сол күні асын ішкеннен кейін Қорлығайым аспаз қызды шақыртып, тамақты кім пісірді деп сұрайды. Аспаз қыз бүгінгі тамағының асы дәмді екенін өзі де сезген болатын, сондықтан ол былай деп жауап береді. Тақсыр патшам, мен сізге шынымды айтайын, бұдан 15 жыл бұрын бір қыз тудым. Қазір ол 15 жасқа жетті. Бүгінгі асты пісірген сол. Патша өзінің санаттарын жинап алып, қазір шаһардың халқын түгел алтын көлдің жағасына сапқа тұрғызыңдар деп бұйырады. Әлгі аспазшы қыз да баланы қыздарша киіндіріп жиынға алып барады. Халық жиналып болған соң бәріне дереу шешініп суға түсуге бұйрық береді. Сол сәтте баланың ер екені анықталады да, патша бір санатына баланың басын алуды бұйырады. Патшаның ол санаты баланың көрікті жүзінен есі ауып құлайды. Екінші санаты да әлгінің кебін киеді. Бұған ашу шақырған патша қылышын алып балаға өзім тұлады. О да есі ауып құлайды. Есін жиған соң Қорлығайым патша халқын таратады да баланы өзінің сарайына енгізуге бұйырады. Сарайға келгесін балаға: менің саған ықыласым түсті, сондықтан өлтірмедім. Ықтияр болсаң, мен саған тиемін және тағымды беремін, дейді Қорлығайым. Мақұл, дейді бала, бірақ сізге қояр бір тілегім бар, қабыл алсаңыз. Айт, дейді патша қыз. Мен елімнен патшамыздың әмірі бойынша алтын су іздеп шығып едім. Сол іздегенім сіздің шаһардан табылды. Алдымен соны патшамызға табыс етсем деймін. Тілегім осы, дейді бала. Патша баланың тілегін қабыл алып, Шолақбері деген бас санатына бұйрық береді. Керегінше алтын суды алып, және мына баланы қанатыңа отырғызып, Бағдат патшасына жеткіз, дейді. Шолақбері Бағдат патшасының сарайына алып келіп түсіреді де балаға: патшаңызға кіріңізде алтын балық жүзетін қауызды көрсетіңіз, және мен өзіңе керек болған кезде мынаны тұтата қоярсыз, деп шашынан 2 тал жұлып береді. Бала патшасына кіріп, бұйрығын орындап келгенін айтып, қауызды қараңыз, дейді. Қараса, қауыз алтын суға лық толып тұр екен. Оны көрген патша қисабы жоқ сыйлықтар береді. Бала үйіне барғанда әке-шешесі танымай қалады. Қасірет шегіп, қапа болған сорлылар ақырында оны әрең шырамытады.
Ел бұл қуанышты тойлап жатқанда, патшаның жауыз санаттары баланың көзін құртуға әрекет жасайды. Олар тағы да патшаға келіп былай дейді: «Зор мәртебелі патша ағзам, дәрежеңіз бұдан да жоғары болғанын шын ниетпен тілейміз. Сіздің алтын балығыңыз да бар, ол еркін жүзетін алтын суыңыз да болды. Әрине, тақсыр, бұған өзіңіздің данышпандығыңыз арқылы жетіп отырсыз. Сонымен бірге біздің көмегіміздің тигенін де біліп отырсыз. Сізге айтар тағы бір кеңесіміз бар. Айтыңыздар, бағалы ұсыныстарыңызды тыңдауға әрдайым әзірмін», депті патша. «Дүниеде 2 алтын құс бар дегенді естейміз. Енді соны алдырсаңыз, мәртебеңіз бұрынғыдан да артар еді», деп азғырады олар. Ақылсыз патша оған дейланады. Баланы шақырып алып, 2 алтын құсты тауып әкелуге бұйырады. Бұл жолы да бала үйіне қамығып келеді. Алайда ол қорлығайымға барып ақылдаспақшы болады. Шолақперінің 2 тал шашын тұтатады. Солақ екен, Шолақпер жетіп келіп, баланы алып қыз патшаға көзді ашып жұмғанша жетіп барады. Бала қыз патшаға өз патшасының тапсырмасын 2 алтын құсты іздейтінін айтады. Қорлығайым оны да өзі табатын ескертеді де, Шолақперіні басқа елде патша болып тұрған ағасына жұмсап: «Қорлығайым қарындасың ерге шығатын болды. Соның тойына шақыртады де, және 2 алтын құсын шашуға алып келсін», деп айтты де дейді. Қорлығайымның тойына 2 алтын құсын алып ағасы да келеді. Сөйтіп 30 күн ойын, 40 күн тойы өткенсін, бала 2 алтын құсты алып, Шолақперінің қанатына мініп, еліне келеді. Патшаға 2 алтын құсты тарту етіп тартқансын, ол балаға риза болып, тағына отырғызады. Сөйтіп, кемпір шалдың баласы 2 елді өзі билеп, Қорлығайымды әйелдікке алып, барша мұратына жетіпті. Қорлығайымға аспаз болған Бағдаттық қыз баланың туған апасы, кемпір шалдың тұңғыш қызы болып шығады. Оны 5 жасында белгісіз бір алып құс жерден көтеріп алып кеткен екен. Ол да әке шешесін табады.